Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерге испанский чизкейк Сан Себастьян десертінің рецептісін ұсынамын. Ыдысымызға творожный сыр, қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаны салып, қозғап аламыз. Қоспамызға қосып, кукурузный крахмалды қосамыз. Миксермен орташа жылдамдықта жақсылап араластырып шығамыз. Лимон шырыны және сливкиді құйып, және тағы орташа жылдамдықпен араластырып шығамыз. Противенге формамызды орналастырып, ішіне пергамент қағазын жайғастырып шығамыз. Менде 21 диаметрде, биік болсын десеңіздер, 18-20 диаметрде форманы қолдансаңыздар болады. Массамызды құйып, қызып тұрған пеште, ең жоғарғы температурада қызып тұрған пешке жібереміз. 40-45 минутта пісіп шығады. Мінекей достар, дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.